Қажымқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына арналады. Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан-ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ мойнына тақпаған алтын күміс медальдарды алғаш ілген Қажымқан бабамыз. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралап, 54 мемлекетте күреске түсіп 48 медаль олжалаған Қажымқандай мықты 20 ғасырдың басында түркі халықтардың ішінде тек қазақта ғана. Қажымқан Мұңайтпасұлы 1871 жылдың 7 сәуірінде қазіргі Ақмола облысының Қараөткел ауылында дүниеге келген. Дегенмен Қажымқанның қай жылы және қай жерде дүниеге келуіне байланысты мәселелер бойынша басқа да пікірлер бар. Қажымқан кедей шаруаның баласы болғандықтан орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданып жұмыс істеп ер жетеді. Сөйте жүріп күреске түсіп, той-томалақтарда елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болады. Қажымқан 17 жасқа толмай жатып, күшті балуан ретінде атағы шыға бастады. 18 жасында ол циркке шақыртылып, атқорада жұмыс істеп жүрген кезінде цирктік күрестің қыр-сырларын меңгерді. Ол 20 жасқа толғанда бірінші рет аренаға шықты. Қажымқан 1906 жылы алғаш рет әлемдік деңгейге көріне бастады. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бұратана халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймады. Сол үшін де Қажымқан орыс палуандардың атымен күресуге мәжбүр болды. 1909 жылы халықаралық палуандар жарысында ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқаңның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды. 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпион атанады. Қажымқан Мұңайтпасұлының жеңіс жолы одан әрі жалғасты. 1910 жылы Москва мен Петербургте, Оңтүстік Америкада ол өз жанкүйерлерін өз өнерімен тәнті етті. Ал 1911 жылы Варшавада болған дүниежүзілік чемпионатта кіші алтын медальді жеңіп алды. 1913 жылы Қажымқанның аты ерекше шықты. Троицкіде өткізілген халықаралық жарыста 18 балуанның жауырынын жерге тигізді. Сонымен қатар Қажымқан Мұңайтпасұлы орталық Қазақстанда болған басты оқиғалардың бірі Қоянды жәрмеңкесінде де бой көрсетті. Бірнеше жылдарға созылған қайнаған сауда ортасында бұла күш иесі Қажымқан атамыз өз өнерін көрсетіп елді тәнті етті. Осылайша өмірінің 55 жылын күрес пен цирк өнеріне арнап, 50 шақты медальдің иесі болып, жеңіс тұғырынан түспеген дара тұлға, қазақтың нағыз хас батыры Қажымқан Мұңайтпасұлы 1948 жылы Түркістан облысы Бөген ауданында дүниеден өтеді. Қазақтың бүкіл ғаламшарға мәшһүр еткен дарын иесі Қажымқан Мұңайтпасұлының өмірі күреске толы болды. Бос кілемдегі күресте де, өмірдегі күресте де ол өзінің адалдығын, тазалығын ту етті.